Рахмет сұрағыңызға, Анастасия ханым. Жалпы шақырғаныңызға да рахмет. Мен Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесімін, публицистпін, редактормын. Осы Нұр-Сұлтан қаласында қошемет шығармашылығы деген шеберханам бар, соның негізін қалаушысымын. Орыс тілді аудиторияға, шетелдіктерге мемлекеттік тілді үйретеміз менің авторлық методикаммен. Сол мемлекеттік тілді мемлекеттік деңгейде насихаттауға енді күшімді салып жүрмін. Сондай бір жас патриоттардың бірімін деп ойлаймын. Қазақ тілді қоғам құруға жалпы атсалысқым келеді. Негізгі мақсат сол. Сіздің екінші сұрағыңыз шетелде білім алуға байланысты. Осы мәселе соңғы 2 жылда мені алаңдатты. Өйткені өзімнің де Түркияға, Стамбулға оқуға бел байладым. Сол Стамбулды таңдадым. Ойлаймын, ұлттық деңгейдегі білім де керек, бірақ одан кейін міндетті түрде халықаралық деңгейдегі білім алсаңыз өте жақсы. Өйткені сіздің мысалға Қазақстанның қандай да бір қаласында оқысаңыз, ортаңыз өзгерер, бірақ сіздің бәрібір ойыңыз өзгермейді. Егер шетелге шекара асып кетсеңіз, онда сіздің ортаңыз да өзгереді, соған сәйкес ойыңыз да өзгереді. Бір тынысыңыз ашылғандай болады, қанат бітіп, шектеулі ойланбайтын боласыз, кішкене бір рамкадан шыға бастайсыз деп ойлаймын. Сондықтан шетелде оқыған дұрыс деп есептеймін.